Абырой болғанда бұл апатта бір қарындасымыз тірі қалды. Аллаға шүкір аман. Біз сол қарындасымыздың жағдайын білу үшін арнайы ауруханаға бас сұққан болатынбыз. Экранға зер салайық. Мен соға кетіп жатқанда подругам жолықтырып қалдым. Случайно болды, бір жаққа кетіп баратыр екен. Енді амандасып сөйлесейін деп жатқанда не алмай қалдым ғой. Түсінбей қалдың ба? Иә. Есімде жоқ қой, енді оқиға болған. Есіңді қай кезде жидың? Скорый помощьтың ішінде сәл өзіме келген том. Аяғымда аяқ киім болмай, аяқ киім қақты деп сұрағаным бар. Есімде сол телефонымды аш, мамаңа звондаймыз деді. Сол кезде паника болдым. Не болып жатыр өзі түсінбей қалғаным бар. Кеш емес алдың күні айтты маған кешкісін. Подруга мамасы жазып айылып қалдық деген кезде бәріне айтып ұрысқан, шындығын айтсаңдаршы не болған өзі деген. Сол кезде сен жалғыз қалдың, қалған бәрі қайтыс болды деп айтқан. Жатқан жерлер жайлы болсын енді. Сонда сенің папаң жоқ па? Жоқ. Ол кісі қайтыс болған ба? Жоқ. Ажырасып кеткен. Ол кісі көмектеспей ма сіздерге? Жоқ, көмектеспейді. Дариға Сейдалиева қарындасымызға ұзақ ғұмыр тілейміз. Аман болсын. Қол тежегіші тартылды ма, тартылмады ма? Тергеу ісі кезінде эксперимент жүргізілген болатын. Экспериментте кімдер болды? Тергеуші компания өкілі болды ма? Иә, өздері ғана болды. Сіздер жақтан ешкім болған? Прокуратурадан болды, тергеушіден болды, иә. Сосын дұрыс па, бұрыс па бұл? Дұрыс емес. Күдікте танылған адамның өз жүзінде болу керек. Өзінде ойын айту керек, уже қалай болғанын бәрін түсіндіру керек. Жақсы. Сонымен біз Шымкент қаласы прокурорының аға көмекшісі Бақытбек Жұмабекұлынан сұрадық. Болған экспериментке неге күдіктінің жақындары болмаса қатыспады деп. Экранға зер салайық. Сол экспериментке қатысқан комиссияның мүшелерін кім анықтайды? Кім қатысу керек? Бізде Шымкент қаласының сот сараптама институтының эксперттері. Солар қатысты. Солар. Оған енді куәгер ретінде мысалы Валидиннің туыстары айтып отыр, мысалы біздің қатысуымызға болады, бірақ біз ешқандай айтқан жоқпыз, қатыса алмай қалдық деп. Енді ол қатыса алмай қалды дегенде ол жерде қатысуға олардың міндетті емес. Біз жаңағы прокуратураның өзі қатысып отыр ол жерде. Сол объектив жүргізу үшін жаңа эксперттер қатысып отыр. Барлығы бейне камераға түсірілген. Кез келген әрекеттердің бәрі. Егер де ертең сол сараптаманың келіспейтін жағдай болатын болса, онда шағым жазуға құқықтары бар. Автобустың ішіндегі видео материалдар болды ма? Жаңа оқиға кезінде тергеу тобы тез арада тергеу тобы барып, және прокурорлардың қатысуымен, жаңағы Шымкент бус жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлерінің қатысуында автобустағы бейнекамераларының сервері толығымен алынды. Толығымен бар еді, жоғалған? Жоғалған жоқ. Бұл қылмыстық іс 345-ші баппен тергелуде. Басты күдікті Хайрулла Юлдашев. Басты күдікті. Бірақ экспериментте басты күдікті де жоқ, күдіктінің жақындары да жоқ. Руслан мырза, осындай тұлғалар, сарапшылар дейді, соңында мүдделі тұлғалар деген бар. Заинтересованные лица. Ол адамдардың ішіне сіз де кіресіз, күдіктінің өзі де кіреді, себебі оның тағдыры шешіліп жатыр. Бағдарлама барысында неше түрлі былықтарды әшкере еттік. Бұл жерде енді таяқтың екі ұшы бар. Бірақ іс әділ өту үшін біз ақпаратпен қолдаймыз. Және Бердімұрат Хасенұлы Тілеужан Кішкенебаев бүгіннен бастап осы іспен айналысады. Келісесіздер ғой қоссаңгер? Келісеміз. Көреміз атынан, студиядағы сарапшыларымыздың атынан, күллі қазақ елі атынан осы жол апатында қаза тапқан марқұмдардың жақындарына, ата-аналарына, ет жақын бауырларына қайғыра көңіл айтамыз. Апат ажал айтып келмейді, бірақ осындай апаттар сақтық пен тәртіптің кемдігінен туындайтыны айдан анық.